Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Сочный манты дайындаймыз. Қамырына ешқандай сұйық май қолданбаймыз. Видеоны қараңыздар. Таразыға ыдысымызды қойып, содан соң барып нөлге теңестіреміз. Ұнымызды саламыз. Мөлшері барлығы описанияда жазылып тұр. Сол жерден қараңыздар. Ұнымыздың барлығын салып болғаннан соң бір шетке алып, ұнға қосатын судың грамын дайындайтын боламыз. Ыдысымызды қойып нөлге теңестіріп, суымызды құямыз. Суымызға бір қасыққа толтырмай тұз салып, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді тұзы өзіңізге байланысты дәміне қарай қосасыздар. Тұз ерігенше қоя тұрамыз. Ұнымызға бір жұмыртқа қосып, суымызды қосамыз. Ендігі кезекте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Судың барлығын қосамыз. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ, қыздар. Өте жұмсақ, сіздерді тыңдайтын, ерекше қамыр илеп шығатын боламыз. Бұл қамырмен жұмыс жасаған кезде бір өте керемет болып жұмыс жасайсыздар. Ешқандай қиындық тудырмайды. Ыдыста илеу қиындау болса, дастарханның үстіне алып, ары-бері қайтарып илесеңіздер болады. Пакетке салып 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың өзі демалуы керек, яғни ие қанып біраз уақыт тұруы керек. Салмасына тартылған ет, жуа, картоп, дәміне қарай қарабұрыш, тұз қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай сұйық май, ешқандай су қоспаймыз. Дәл осылай жасасаңыздар, мантының өзі сочный болып шығады. Мінекей 30 минут тұрғаннан соң қамырымызды алып, жақсылап тұрып жаямыз. Мінекей жұмсақ болып шықты. Ұнның көмегіне жүгініп, өте әдемі қамыр илеп шығамыз. Қыздар, бұл жерде мен сіздерге қамырды толықтай түсіндірмеймін. Қамырды жаюдың арнайы видеосы бар менің YouTube каналымда. Сіздерге описанияға ссылкасын қалдырамын. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы анық, айқын сіздерге түсіндірілген. Бар жоғы 5 минуттың ішінде қамырды доп-домалақ қып өте әдемі қып жая аласыздар. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Осылай оқтаудың көмегімен бірінің үстіне бірін орналастырып шығамыз. Қамыр қатты жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты да қалың болып кетпеу керек, қыздар. Бастапқы кезіндегі артық қамырларды кесіп алып тастаймыз, сол кезде түзу шығады. Алақанымызды жайып, дәл осылай кесеміз. Сонда сіздердің қамырларыңыздың төрт бұрыш тұсы теңдей болады. Дәл осылай кесіп шығамыз. Ешқандай қорықпаймыз. Кішкентай болып қалады немесе үлкен болып кетеді деп ойламаңыздар. Орташа әдемі болып шығады. Осылай кесіп болғаннан соң, бірін үстіне бірін жайып болғаннан соң, тағы да артық жерін кесіп алып тастаймыз. Кесіп алып тастап жатқан қамырларыңызды кептіріп сорпаға пайдалансаңыздар болады. Ешқандай ысырап болмайды. Дәл жаңағыдай алақанымызды қойып тағы да кесеміз. Мінекей теңдей төрт бұрышты қамырымыз шықты. Дәл осылай кесіп пайдалана береміз. Ешқандай қорықпаймыз. Тағы да айтамын, үлкен де кіші де болмайды. Орташа әдемі болып шығады. Салмасын салып, әдемілеп түйіп шығамыз. Түйуі ол өзіңіздің қалауыңыз, қалай түйсеңіз де өзіңіз білесіз. Мен жай ғана мантының арнайы өзінің күнделікті формасына жүгініп түйіп шықтым. Түйіп болғаннан соң тақтайшаларға қойып, морозильникке қатырып аламын. Содан соң барып арнайы пакеттерге салып, кемінде 2 апта, 3 аптаға пайдаланамын. Дәл осылай қатырып алып пайдалансаңыздар, сіздердің уақыттарыңызды шынымен де алмайды және де керемет болып шығады. Ешқандай
асты іріп кетеді немесе жібіп кетеді деп ойлап қалмаңыздар. Еш нәрсе етпейді. Морозильниктен алған күйде ешқандай жібітпей мантоваркаге орналастырып пісіріп алсаңыздар болады. Және де мантоваркамызды сұйық маймен майлауды ұмытпаңыздар. Мантымызды бір-біріне жақын орналастырып сала беріңіздер. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ, жабысып қалады деп ойламаңыздар. Сәл ғана піскеннен соң 5 минут чуть-чуть суытып барып алсаңыздар, ешқандай қамыр жабыспайды. Мінекей, алдымен тақтайшаға салып барып қатырамыз морозильникте. Сонда бір-бірінің үстіне жағаласпай әдемі болып қататын болады. Пешке 45 минутқа жібереміз. Мінекей, біздің мантымыз да дайын болды. Қараңыздар, ешқандай жабысып жатқан жоқ. Және де ешқандай су, ешқандай май құйған жоқпыз. Енді қараңыздар. Мінекей, сочный манты болып шықты. Ас болсын.